Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидатын жүзеге асыруды жалғастыруда. 22-26 қыркүйек аралығында ел аумағында есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың, сондай-ақ уытты және күшті әсер ететін заттардың заңды айналымын бақылауға бағытталған дәрмек жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. Есірткі айналымы саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін қылмыстық кодекстің 303 бабы бойынша медицина қызметкерлеріне қатысты 11 қылмыстық іс қозғалып, 278 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Заңсыз айналымнан құрамында есірткісі бар шамамен 7000 дәрі-дәрмек және қосарлы мақсаттағы тауарларға жататын 80 тонна уытты зат тәркіленді. Медицина саласындағы әкімшілік заңнаманы бұзудың 190-нан астам фактісі тіркелді. 200 жеке медицина қызметкерлеріне қатысты материалдар жиналып, құрамында есірткісі бар 40 мыңдай таблетка, 290 мың психотроптық таблетка және 236 мың ампула тәркіленді. Республика бойынша барлығы 519 медициналық мекеме тексерілді. Өнеркәсіп саласында 60 құқық бұзушылық анықталып, 2000 тонна прекурсордың айналымына шектеу қойылды. 20 заңды тұлға жауапкершілікке тартылды. 159 кәсіпорын мен 734 көлік құралы тексерілді. Мысалы, Ақтөбе облысында тексеру барысында Қытайдан теміржол арқылы 80 тоннадан астам уытты зат мемлекеттік лицензиясыз әкелгені анықталды. Тәркіленген заттардың жалпы құны 86 миллион теңге. Бұл зат қосарлы мақсаттағы тауарларға жатады. Шығыс Қазақстан облысында бір жауапкершілігі шектелген серіктестікте күшті әсер ететін дәрілік заттардың рецептсіз сатылғаны тіркелді. Прегабалин, Зоника және Алиса дәрілерінен 35 мыңнан астам таблетка тәркіленді. Батыс Қазақстан облысында 40 жастағы тұрғынның үйінен лицензиясыз психотроптық препараттарды заңсыз сату фактісі анықталды. Қарағанды облысында Астанадан Қарағандыға бағытталған автокөлікті тексеру кезінде жалпы құны 240 мың теңгеден асатын тропикамид, прегабалин және медазепам препараттарының 82 қаптамасы тәркіленді. Ішкі істер министрлігі есірткі құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар мен уытты заттардың заңды айналымы саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді. Бұл бағыттағы жұмыс азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және заң мен тәртіп қағидатын нығайтуға бағытталған.